Сәлеметсіздер ме, балалар? Табиғат кешендеріне антропогендік факторлардың ықпалы туралы сөз етеміз бүгін. Ал антропогендік фактор дегеніміз не? Өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне адам ықпалының түрлі формалары енетін экологиялық факторлардың тобын антропогендік факторлар деп айтамыз. Жалпы антропогендік факторларды біз екі топқа бөлсек болады. Яғни адамның әсер етуіне оларды біз тікелей фактор және адамның табиғатқа жанама әсері деп қарастырсақ болады. Сонымен тікелей дегеніміз не? Яғни ол жою, енгізу, қорғау сияқты жұмыстарды тікелей деп айтатын болсақ, ал жанама дегеніміз жалпы ландшафт және оның құрамдас бөлігінің өзгерісі. Яғни жаңағы орманның кесілуі, жердің жыртылуы, карьер мысалы, өндірісте пайдаланатын, адамның әсерінен пайда болған террикондар, міне осының барлығы антропогендің жанама факторына жатады екен. Жалпы адам табиғатта тек тіршілік етпейді, оны өзінің шаруашылығында пайдаланып өзгертеді. Бір ғана құрылымын өзгертпейді, ол өзінің сәрекеті шаруашылықта пайдалану арқылы адам жалпы табиғи ландшафт қалыптастырады. Және бұл жерде байқасаңыздар, табиғаттың біртұтастылық заңдылығын да еске түсіруге болады. Ал енді қараңыздар, яғни өзінің әрекеті арқылы ол табиғи антропогендік ландшафт қалыптастырды деген сөз адам. Ал антропогендік ландшафт дегеніміз адам әрекетінен біршама өзгеріске ұшыраған ландшафтты айтамыз. Ал оның өзінің бірнеше түрін айтуға болады екен. Сонымен бұл антропогендік ландшафт болды. Табиғи ландшафттан адамның әсері арқылы өзгерген деп айтып тұрмыз. Яғни оның мынандай үш түрін ажыратуға болады екен. Біріншісі ол өзгертілген, екіншіден ол бұзылған, үшіншіден ол жаңартылған. Яғни бұл антропогендік ландшафттың үш түрі. Яғни өзгертілген. Жалпы өзгертілген, мысалы біз аңшылық кезінде, балық аулау кезінде табиғи ландшафтты өзгертеміз. Ал бұзылған бұл өте қатты өзгеріске ұшыраған деген сөз. Ал жаңартылған деген сөз, ол мақсатты түрде адамның терең ықпалынан пайда болған ландшафттың түрі деп айтуға болады. Жалпы осындай өзгерістерден кейін жалпы антропогендік жер бедері қалыптастады. Яғни жер бетінің адам әрекетінен өзгерген түрін біз антропогендік жер бедері деп айтамыз. Олардың өзін біз апатты және саналы деп бөлсек болады екен. Яғни апатты деген жаңағы ауыл шаруашылығында немесе жалпы тау-кен өндірісінде пайда болған, немесе әртүрлі құрылыстар жүргізген кезде пайда болған жер бедерін айтатын болсақ, екіншісі ол саналы түрде өзгерген, пайда болған жер бедері деп қарастырамыз екен. Енді жалпы осы антропогендік ландшафттардың қандай түзету жолдары бар? Тіпті осы ландшафттардың барлығы біздің жерімізде де кездеседі. Яғни жалпы Қазақстанда деп айтсақ болады, табиғи ландшафтты немесе өзгерген антропогендік ландшафттарды жетілдіру жолдары. Немесе мен жақсарту жолдары деп айтайын. Қандай жақсарту жолдары бар екен? Антропогендік ландшафт. Ол бірінші, балалар, топырақтың құнарлығын қалпына келтіру. Бірінші біз топырақты айтып жатырмыз. Топырақтың бір қасиеті бар, ол оның құнарлығы. Енді біріншісі, яғни осы топырақтың құнарлы қабатын қалпына келтіру екен, балалар. Немесе бұны біз рекультивация деп атаймыз. Яғни ол жаңағы латын тілінен аударған кезде бұл қайта өңдеу деген сөзді білдіреді. Яғни біз
жаңағы адамның әрекетінен өзгерген аймақты қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Ол үшін біз қандай жұмыстар жасауымыз екен, немесе оның қандай 4 бағыты бар екен. Бірінші ол ауыл шаруашылығы, екінші ормандарды егу, үшінші су қоймалар, төртінші құрылыс немесе тұрғын үй құрылысы деп айтсақ болады екен. Және оларды мысалы рекреациялық деп айтсақ болады, немесе өндірістік, жаңағы кендердің қазылбаған террикон аймақтарына, карьерлерге біз рекультивация жұмыстарын жақсартып, оны арғарай адамның қажетіне жарамды жер жасауымыз керек екен. Бұл жетілдіру, жақсарту жұмыстарының бірінші түрі деп айтсақ болады. Екінші түрі балалар, бұл мелиорация жұмыстары екен. Мелиорация деген сөзде латын тілінен аударған жақсарту деген сөз деген мағынаны білдіреді. Яғни жаңағы топырақтың бөліну болсын, немесе судың әсерінен, желдің әсерінен бұзылған жерлерді жақсарту жұмыстарын ұйымдастыру жиынтығы деп айтылсақ болады екен. Жалпы оның қандай, мысалы жаңағы су режиміне байланысты қандай жақсарту жолдарын айтуға болады. Олар гидромелиорация, биологиялық мелиорация, егістікті қорғайтын орман жолақтарын құру, гидроинженерлік жұмыстарды жүргізу, бұның барлығы мелиорация жұмыстарына жатады. Яғни су эрозиясынан қорғау мақсатында деп айтады. Немесе жел эрозиясынан қорғау мақсатында да жақсарту жұмысын жасауға болады. Не істеуге болады? Мысалы, егістіктің жанына ағаштар отырғызу, егістікті көлденең бағытта жырту, бұның барлығы мелиорация жұмыстары болып табылады. Және үшінші балалар, бұл ландшафттық дизайн екен. Бұл да жақсарту жолының бір түрі болып табылады. Яғни ағылшын тілінен аударғанда бұл жобалау, құрастыру деген сөзді білдіреді екен. Яғни жаңағы реконструкция, мелиорация жұмыстарынан кейінгі қорытынды кезеңді біз ландшафттық дизайн деп айтсақ болады екен. Жалпы бұл жерде геопластика деген сөзді терминді айтуға болады. Бұл ландшафттық өнерді дамыту аумағы деп айтсақ болады екен. Яғни осы өнерді арғарай дамытуды біз геопластика деп атаймыз екен. Ал енді жалпы ландшафттық дизайнның қандай міндеттері бар, немесе ол қандай 3 түрге бөлінеді. Яғни бірінші бұл эстетикалық. Яғни бүлінген аймақтарды арғалай эстетикалық жақсарту деген сөз. Бұл жерде біз скульптуралық пішіндерді мысалға айтуға болады. Екінші бұл функционалдық. Бұл жерде спорт алаңдарын салу, ойынға байланысты, немесе жаңа демалыс орындарын салуды функционалдық ландшафттық дизайн деп айтсақ болады екен. Үшінші балалар, бұл техникалық ландшафттық дизайн екен. Бұл жерде біз жаңағы қорғану жұмыстарына байланысты әртүрлі дамбы немесе тұрғын үйлерге қолайлы құрылыстарды салсақ, бұл техникалық ландшафттық дизайн екен. Міне балалар, сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Тағы бір рет шолу жасап өтейік. Сонымен жалпы адам табиғи кешенді өзгертті. Оны біз антропогендік фактор деп атаймыз. Антропогендік ландшафт пайда болды. Оның түрлерін айтып шықтық, біз, яғни өзгертілген, бұзылған, жаңартылған түрлері бар екен. Және осы түрлерді қандай жұмыстар арқылы жақсарта алатынымызды айттық. Яғни біріншіден рекультивация жасаймыз екен, екіншіден мелиорациялық жұмыстар жасаймыз екен, үшіншіден ландшафттық дизайн арқылы сол адамның әсерінен пайда болған жер бедерін немесе ландшафтты жақсарту жұмыстарын жасаймыз екен. Әрине, міндетті түрде табиғатты табиғи күйінде сақтауға, экологиялық сауатты болуға шақырамын. Табиғатты бірге қорғайық. Сау болыңыздар.